чтобы поделиться с вами своей радостью от того, что недавно я не побоялась и рискнула и купила Flip Express. И в итоге за один вечер я заработала 3000 баксов. Вот, кстати, денежки. И я советую вам не бояться, рисковать, не тормозить и наконец-таки начать жизнь такую, о которой вы всегда мечтали. Вот. Так что всем большой удачи, удачных вам ставок. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мәди достар. Видеоның атауында көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біздің видеода керемет видеолардың бірі сұрақ жауап видеосын шығаратын боламын. Бүгін мен алдыңғы YouTube арнамда существома сұрақ қойып кеткендер, соларды таңдап күшті сұрақтарды қоятын боламын деген. Сондықтан бүгін керемет сұрақтарды таңдап алып, осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Ендеше видеоға кеттік. Ең бірінші сұрақ Кука.kz-тен келіпті. Бірінші, қай жылғысың? Мен 2004 жылғымын, ақпанда туылғам. Қазір 15-темін. Қай жақта тұрасың? Батыс жақта тұрам, Атырау жақта, осы Құлсары деген жерде. ютубқа не себепті келдің дейді, или қалдың? ютубқа келген себебім үшін осы Қазақстанның ютубын дамытқым келді. Киноға түссем бола ма? Киноға түсуге болады. Маған ВКонтакте желісіне жазыңыздар. ВК желім описаниеде тұр. Дамир маған сәлем жолда. Рахмет. Кука.kz-ге менің атымнан сәлем. Келесі сұрағымыз Нурба деген бір баладан келіпті. Қандай сотка брат дейді? Менің соткам G3. Үшінші сұрақ Ерса ТВ-ден келіпті. Руым қандай дейді? Мен руым Адай. Қай қалада тұрасың? Жаңа айтып кеткенде Құлсарда тұрам. Нақ кино түсіре бересің дейді. Енді өзімнің өмірлік ұстаным айналып кеткен. Неге Тимурдың оқиғасын түсіре бересің? Сұраныс көп, барлығы сұрайды Тимурдың оқиғасы деп. Free Fire'ды нешінші сезоннан бастап ойнайсың дейді. Қазір мына жерде шығады, нешеден бастап ойнайтын, соны қарап кет. Келесі сұрақты Або Про деген бір бала қойды. Өте жөнді сұрақ, және қызықты сұрақ деп ойлаймын. Қай ютуберге еліктейсіз дейді? Мен Пубк ойнайтын Смитфилд пен Кюброға еліктеймін. Келесі сұрақты бір бала қойған, мама саған көмекпен қателеспесем. Атың Мәди, фамилия Нәри. Қай жылғысың? 2004. Айбай, Хумасай жейді. Бұл сұрақты оқымай қойын, жақын достарың аты дейді. Жақын достарым көп. Маған пиарса инстамат белый деген инстаратты келіп кетейік. Сүйікті түсің қара и сұр. Қызың бар ма? Қызым жоқ, болмаса құрқын келеді дейді. Инауатты, иманды и сөзге араласа бермейді. Видеоның ортасын бұзғаныма сіздерден кешірім сұраймын, бірақ бір баланың сіздерге арнасын ұсынайын. Бұл баланың есімі Нурик.kz. Үшін достар, бұл каналға смело подписчиктер жинап берек. Бұл каналға тіркелсеңіздер, мен келесіде комментарий санын қарап, барлықтарыңызды тексеріп, тегін пиарсап беретін боламын. Және бұл балаға осылай подписаться етейік. Видеоларын қарап, қолдап, лайк басып кетейік. Видеоға бара беріңіздер. Тіркелеміз. Геймерс Нұрике деген бала қойыпты. Сізге қандай ютубер ұнайды? Маған барлық қазақ ютуберлері ұнайды, өте керемет. Нені армандайсыз дейді? Бұйыртса осы ютуб каналымды дамытқым келеді. Арманыңыз орындала берсін дейді. Әмин. Подписчиктер ішінде мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Сіздерге көп рахмет. Аллаға шүкір, бұйыртса 3000 боламыз. Оның барлығы сіздердің арқаларыңыз. Рахмет. Геймер Талғаттың сұрағы, ютубқа не үшін келдің дейді? Ютубқа сол осы қазақ ютубын дамытып, белсенді атсалысып жүргім келді. Нурик Fire деген бір баладан сұрақ келді. Қай қалада тұрасың? Жаңа айтып өткендей Құлсарда тұрам. Сен өзіңді қандай көлікке теңесің дейді. Ол жағын білмеймін енді. Мүмкіндігің болса қайда барар едің? Меккеге барар едің? Маған сәлем жолдашы дейді. Нурик Fire'ға менің атынан сәлем. Ендігі сұрақты Геймер Беко деген бала қойған. Ютубта пиар алып көрдің бе дейді. Ондай атақты ютуберлерін алып көрмеппін. Екі каналды бұзылмаса қандай реакцияда боласың дейді. Білмеймін енді реакциямды, бірақ ең жаман реакцияларым өйткені, бірақ енді одан құдай сақтасын. Қай ютубер ұнайды дейді. Маған Смитфилд, Кюбро, қазақ ютуберіндегі барлықтар ұнайды. Келесі сұрақты Нават Шоба деген бір қойыпты. Қайда тұрасың дейді? Мен жаңа айтып өткенде Құлсары қаласында. Руың кім? Адай. Қай жерде тұрасың дейді?
кәдімгі үйі бар жерде тұрамын. Тимурдың оқиғасы өзіңе ұнай ма дейді. Иә, өзіме қатты ұнайды. Сенің арнаңды үзбей көремін дейді. Рахмет көп. Келесі сұрақты АДС-тің фанаттары қойды. Қай қалада тұрасың? Жаңа айтып өткендей Құлсарда. Атың кім? Мәди. Неше оқисың? Мен 9-дан кейінгі қазір 1-ші курс студентімін. Нешінші сынып оқисың дейді. Қызың бар ма дейді. Қызым жоқ, достарым көп пе? Шүкір, Аллаға шүкір, көп. Сені жақсы көретін қыз бар ма дейді. Білмеймін, ол өзіне аян ол. Егер жылдан 1 миллион теңге тапсаң, оны не істейсің? Жартысын бөліп жағдай жоқтарға берерін. Бір жылдан кейін неше подписчик болады деп ойлайсың? Бұйыртса 4000 5000 болады деген ойдамыз, шүкір деп. Қай сабақ ұнайды? Маған тарих сабақтары ұнайды көбінесе. Неше дейсің? Мен қазір 15-темін, бұйыртса ақпанда 16-ға толамын. Видеоны қандай программамен түсіресің? До рекордер. Ал енді достар, бізге келіп жеткен сұрақтардың бары осы демей қойын. Бірақ та барлық сұрақ ұқсас бір-біріне. Қайда тұрасың, руың кім, атың кім, барлығы бірдей болғасын. Мен оны салған жоқ, мен сіздерге ондай қатты қызық болмас деп. Сондықтан да айтты достар, менің еңбегімді бағалайық. Осы видеоға лайк басып, комментарий жасайық. Мен каналыма тіркеліп, колокольчикті басайық. Достар, бұйыртса сіздер Алланың қалауымен, сіздердің қалауыңызбен 3000-ға жетеміз. Сол кезде конкурс жасайын ба, соның барлығын айтатын боламын. Ендеше достар, маған сәттілік тілейік, 3000 подписчик смело жинапсайық. Давайте достар, активность танытайық. Сіздермен болған Мәди. Келесі видеода кездескенше сау.